Бәріне сәлем, сіздермен бірге адвокат Таир Насханов, және мен бизнесті қорғауға маманданам. Бүгін біз алаяқтық пен заңсыз иемдену немесе жымқыру арасындағы айырмашылықтар туралы сөйлесетін боламыз. Лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Сауатты заңгер алаяқтық пен заңсыз иемдену немесе жымқыру арасындағы айырмашылығы неде екенін білу керек. Олардың ортақ белгісі адамның меншік иесінің немесе басқа да заңды иесінің сеніміне қиянат жасап, ұрлық жасауында. Сондай-ақ мұндай қылмыстар меншік нысанына қарамастан кез келген мүлікке қарсы жасалуы мүмкін. Алайда алаяқтыққа мүлікті алдау немесе сенімге қиянат жасау арқылы алаяққа береді. Жәбірленуші қылмыскермен қарым-қатынас жасап жатқанын да сезбейді. Заңсыз иемдену және жымқыру жағдайында жағдай мүлдем басқаша. Ерекше өкілеттігі бар субъектінің бөтеннің мүлігіне билік ету мүмкіндігі мен құқығы бар, өйткені ол оған бұйрыққа және тұлғаға еңбек немесе өзге де шарт сәйкес заңды түрде сеніп тапсырған. Мысалы, директор серіктестік құрылтайшысының сенімін пайдаланып, пайда күнемдік ниетпен оның астық сатып алуға жұмсалған ақшасын иемденіп алады. Ол инвесторды мәміленің табыстылығына сендіреді. Оған астық сатып алу туралы әдейі жалған келісімді көрсетеді. Директормен қылмыстық сөз байласқан үшінші тұлғаға ақша аударғаннан кейін оларды жәбірленушіге көрсетеді. Біраз уақыттан кейін белгілеген мерзімде астық түспесе, ЖШС қатысушысының назарын қылмыстық алаңнан азаматтық құқықтық өріске аудару үшін әртүрлі шағымдар жіберіп, сот процесс бастау арқылы жедел қызметі дамытады. Бұл жағдайда алаяқтық болады. Жалған құжаттар, шағымдар мен азаматтық талаптар қылмыстық ізін жасырудың тәсілі болады. Меншікті иемдену дәл сол директор кассадан астық сатып алуға есеп берілетін қаражатты алған кезде орын алады. Алайда астық сатып алудан орнына ол бұл қаражатты иемденіп алады. Ал бухгалтерияға астық қолхатын ұсынады. Біраз уақыттан кейін есеп айырысуда салыстыру кезінде элеваторға тауарлар іс жүзінде түспеген белгілі болды. Сіздермен бірге адвокат Таир Насханов болды, және мен бизнесті қорғауға маманданамын. Егер бейнеролик немесе бизнесті қорғау тақырыбына сұрақтар туындаса, түсініктемелерді жазыңыз. Ал мен жауап беруге тырысамын. Лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар.